Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Венера. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай хит болып жатқан меренговый рулет дайындап пісіретін боламыз. 6 жұмыртқаның ақуызына шым-шым тұз қосып, 1 шай қасық лимон шырынын қосамыз. Енді жақсылап қант қоса отырып миксерлейміз. Белок табақты аударғанда төгілмейтіндей 3-ші стадияға дейін миксерленуі керек. Міне осылай белогымыз осындай дәрежеге дейін миксерленіп шықты. Енді осы белокқа біз жүгері крахмалын қосамыз. Електен өткізіп және оны ары қарай миксерлемей, жай ғана араластырып қозғап шығамыз. Дайын болған жұмыртқа ақуызын пергамент қағазы төселген формаға салып, тегістеп, үсіп алып, 170 градус пешке салып, 20-25 минутта пісіріп аламыз. Енді біздің рулетіміз пісіп жатқанда кремін дайындайық. Ол үшін 33% кілегейді жақсылап қоюланғанша қант ұнтағымен араластырып миксерлеп аламыз. Енді творожный сырды қосып, тағы да қоюланғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Міне біздің креміміз дайын. Осындай қою, тұрақты крем шығады. Рулет піскен соң суытып аламыз. Сосын оны аударып піскен жағына, яғни астына крем жағып, рулетті орап шығамыз. Арасына қалауларыңыз бойынша өздеріңіз жақсы көретін жеміс-жидек қоссаңыздар болады. Менің жағдайымда құлпынайды турап қостым. Ұнатпасаңыздар ештеңе қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Енді қалған креммен рулетімізді ары қарай өздеріңіздің фантазияларыңызға қарай әсемдеп шықсаңыздар болады. Міне достар, осымен біздің меренговый рулетіміз дайын.
Рулет өте дәмді, жұп-жұмсақ әрі дайындалуы оп-оңай десерттердің бірі болып тұр. Сондықтан да менімен бірге қайталап жасап көріңіздер. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді де ұмытпаңыздар. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге рахмет, сау болыңыздар.